Саламатсыздар ма оқушылар? Бүгінгі қарастыратын тақырыбымыз кері итеруші күш Архимед заңы деп аталады. Бүгінгі сабақта біз сұйықтар мен газдардағы кері итеруші күштің табиғатын түсінеміз және есептер шығаруда Архимед заңын қолдануды үйренеміз. Сонымен қатар сіздер бүгінгі сабақтан кейін неліктен кейбір денелер суға бататындығын немесе қалқып шығатындығын, жүзетіндігі жөнінде білетін боласыздар. Және үлкен кемелердің неліктен суға батпайтындығы жөнінде осы сабақтан кейін білетін боласыздар. Олай болса, бүгінгі сабағымызды бастаймыз. Ал енді осыған себепкер бүгінгі қарастыратынымыз бізде Архимед күші екен. Архимед күші деп қандай күшті айтамыз? Яғни Архимед күші деп сұйыққа немесе газға батырған денеге әсер етуші кері итеруші күшті айтамыз. Архимед күшінің формуласы Fa тең ρ сұйық көбейтілген G көбейтілген V ығыстырылған дененің көлемі, немесе басқаша айтқан кезінде дененің батқан көлемі. Егер дене толық бататын болса, онда толық көлемді, жартылай бататын болса, біз жарты көлемді аламыз. Архимед күшінің өлшем бірлігі ньютон. Кері итеруші күш сұйыққа батырылған денеге осы дене ығыстырып шығарған сұйықтың салмағына тең болады. Ал енді осыны біз тәжірибеден қалай білуімізге болады? Ол үшін сіздердің алдарыңызға келесі тәжірибені көрсетуім келіп отыр. Сіздер ең алдымен динамометр ілгегіне цилиндр тәрізді ыдысты және бір денені ілейік. Осыдан кейін денені суға батырғанға дейінгі динамометрдің көрсетуін белгілеп алайық. Үстелге шүмегінің деңгейіне дейін су құйылған ыдыс пен шүмектің астына кішірек мензурка қояйық. Енді динамометрге ілінген денені абайлап, ыдыстағы суға батырамыз. Сонда динамометр серіппесінің көрсеткіші жоғары көтеріле бастайды. Дене суға батқан сайын суды ығыстыра түседі де, ығыстырған су сауытқа құйылады. Дене суға толық батқан кезде динамометр дененің судағы салмағы қаншаға азаятындығын көрсетеді. Егер динамометрге ілінген ыдысқа дене ығыстырып шығарған сұйықты құятын болса, онда динамометр көрсеткіші өзінің бастапқы орнына келетін болады. Бұдан біздің білетініміз кері итеруші күш сұйыққа батырған денеге осы дене ығыстырып шығарған сұйықтың салмағына тең болады екен. Сіздер білесіздер, кішкентай тасты егер суға салып жіберетін болсақ, ол батып кетеді. Кейде ойланасың, неге деп. Ал үлкен ағаш бөренені суға тастайтын болсақ, ол батпайды. Ал барлығына себепкер ауырлық күші мен Архимед күшінің арасындағы өзара байланыс екен. Сонымен қандай жағдайда батады? Біз оны денелердің жүзу шарттары деп атайды екенбіз. Бірінші шарты, егер ауырлық күші, яғни mg, үлкен болатын болса F Архимед күшінен, олай болса дене батады. Дене батады, демекте бұл деген сөз дененің тығыздығы, сұйықтың тығыздығынан, яғни сол дене батырған сұйықтың тығыздығынан әлдеқайда үлкен. Олай болса бұл батады. Неліктен тас батады? Тастың тығыздығы 2000-нан жоғары, ал судың тығыздығы 1000 килограмм метр куб екенін білеміз. Олай болса бізде әрине ро дене үлкен ро сұйықтан, демек дене батады. Екінші шарт, егер ауырлық күші мен Архимед күші өзара тең болатын болса, онда дене жүзеді дейміз. Дене жүзеді, демек екі тығыздық өзара бір-біріне қандай болғаны, тең болғаны. Міне осылайша сіздер бүгіннен кейін білесіздер, яғни үлкен кемелердің жалпы тығыздығы сол кеме жүзіп жүрген сұйықтың тығыздығына тең болып тұр екен. Міне сондықтан да ол батпайды. Келесі, үшінші шарт, егер ауырлық күші, яғни Архимед күшінен кішкентай болса, немесе Архимед күші үлкен болды деп айтатын болса, онда дене қалқиды. Яғни тек қана кішкентай бөлігі батып, қалған бөлігінің барлығы бетіне, судың бетіне шығып тұрады, немесе сұйықтың бетіне. Бұндай жағдайда дененің тығыздығы сұйықтың тығыздығынан кіші болғандығы, немесе сұйықтың тығыздығы дененің тығыздығынан үлкен болғанын білдіреді. Міне осыдан кейін сіздер денелердің жүзу шарттарынан кейін неліктен денелер батады, кейбір денелер жүзетіндігін, ал кейбір денелер бетіне қалқитындығын оп-оңай білетін боласыздар. Ал енді біз бүгінгі сабақта тек қана жүзудің шарттарымен емес, сонымен қатар қайықтар, кемелер, үлкен кемелердің қалай жүзетіндігін білеміздер. Олай болса сіздермен келесі
Слайдқа көшейік. Су ішінде массасы 600 кг, көлемі 0,23 метр куб тасты көтеру үшін қандай күш жұмсау қажет дейді. Олай болса берілгенін жазып көрейік. Яғни берілген бойынша масса тең болып тұр бізде 600 кг. Сонда М тең 600 кг. Көлемі В тең 0,123 метр куб. Тасты көтеру үшін қандай күш жұмсау қажет дейді. Яғни F көтеруші деп жазам бұны. Белгісіз. Халықаралық біліктер жүйесінде ауыстыратын бірде-бір шама жоқ болғандықтан да бірденен шешуіне өтеміз. Сонда қарап отырсаңыздар, сурет салатын болсам, мысалы дейік, қандай да бір тас судың астында жатыр. Тас өздігінен қайтадан жоғары қарай көтеріле алмайды. Себебі ауырлық күші Архимед күшінен, яғни кері итеруші күштен көбірек болып тұр. Олай болса mg жоғары қарай центрден бағыттап, мен Архимед күшін салам. F Архимед. Енді біз қосымша көтеру үшін белгілі бір күшті біз жоғары қарай бағыттап түсіруіміз қажет. Осының нәтижесінде дене қайда көтеріледі? Әрине төбеге. Олай болса қозғалыстың бағыты мен бағыттас күштерді плюс, қарама-қарсы бағыттағы күшті минус деп алайық. Сонда F көтеруші, яғни FK деп алайық, қосылған FA минус mg басқа күш әсер етпейді, сондықтан да теңестірім нөлге. Осыдан FK-ны табатын болсам, менде mg келесі бетке өткенде плюс болып барады, FA минус болып барады екен. Минус FA. Енді ашамыз. FK тең болады m көбейтілген g минус ρ су көбейтілген g көбейтілген v. Бұл жағдайда мен судың тығыздығын аламын, себебі су ішінде екен. FK тең, ал сіздер кейінгі есептерде міндетті түрде қараңыздар, қандай сұйыққа батырылды. 600 килограммды көбейтем 10 ньютон бөлінген килограммға, азайту, яғни 1000 килограмм метр куб, көбейтеміз 10 ньютон бөлінген килограмм, және көбейтеміз 0,123 метр куб. Килограмм мен килограмм қысқарады, метр куб пен метр куб қысқарады. 600-ді көбейтеміз 10-ға, сонда менде шығатын мән 6000 ньютон. 6000 ньютон азайтылған 1000 көбейтілген 10 көбейтілген 0,123, яғни менде шығатын мән 2300 ньютон. 2300 ньютон. 6000-нан алып тастайын 2300-ді, сонда шығады менде 3700 ньютон. Немесе 3700 ньютонды біз 3,7 килоньютон деп жазсақ та болады екен.